ұр тоқпақ. Бұрынғы өткен заманда бір шал мен кемпір болыпты. Шал мен кемпір кедей екен. Тұзақ құрып, күнін көріпті. Бір күні шал тұзағын керіп қараса, оған бір қаз түсіп қалыпты. Шал қазды тұзақтан босатып алып, бауыздайын десе, қаз шалға: «Сен мені босат, менен не сұрасаң, соны 1 жылдан кейін аларсың» дейді. Шал бұл ұсынысты мақұл көріп, қазды босатып қоя береді. Үйіне келіп болған жағдайды айтса, кемпір шалға ұрсады. 1 жыл өтеді. Шал қазға бармақшы болады. Жүре бір жерге келсе, өңкей түйе жайылып жүр екен. Түйешіге келіп: «Бұл кімнің түйесі?» десе, «Бұл Қазбайдың түйесі» дейді. «Бұл Қазбай баяғы қаз екен» деп шал ойланып тұрып жүріп кетеді екен. Бір жерге келіп: «Бұл кімнің қойы?» деп қойшыдан сұрайды. «Бұл Қазбайдың қойы» дейді қойшы бала. «Шырағым, Қазбайдың бұдан басқа несі бар?» дейді. Бала: «Қазбайдың 3 жақсы нәрсесі бар. Біреуі піс қазаным піс десе, әр түрлі тамақ пісіп шығады. Енді біреуі құс есегім құс десе, алтын құсады. Тағы біреуі ұр тоқпағым ұр десе, адамдарды ұра береді» дейді бала. «Ғажап екен» деп шал жүріп кетеді. Шал Қазбайдың ауылына келеді. Қазбай шалды күтіп алады. Шал Қазбайдан піс қазанын сұрайды. Қазбай сұрағанын береді. Шал алып, үйіне келе жатса, бір жерде асық ойнап жатқан балалар шалға: «Ата, асқа түс» дейді. Шал асқа түседі. Үйге кіріп бара жатып шал балаларға: «Шырақтарым, піс қазаным піс демеңдер» дейді. Шал үйге кіріп кеткен соң балалар тыңдасын ба, «Піс қазаным піс» деп шулап қоя береді. Сол сәтте әр түрлі тамақ пісіп даяр болады. Балалар қазанды басқа бір қазанға алмастырып тығып қояды. Шал қазанды үйіне алып барып, «Піс қазаным піс» десе, еш нәрсе піспейді. Шал қазанды алып Қазбайдың үйіне қайта келеді. Қазбайға: «Бұдан еш нәрсе шықпайды» дейді. «Піс қазаным піс» десе де ештеңе байқалмайды. Қазан бос күйінше тұра береді. Қазбай қазанды алып қалып, шалға есекті беріп жібереді. Шал есекті мініп үйіне қайтады. Жолда келе жатса, балалар шалға: «Ата, асқа түсіңіз» дейді. Шал асты тастағысы келмей, есектен түседі де үйге кіріп бара жат балаларға: «Шырақтарым, құс есегім құс демеңдер» дейді. Балалар: «Мақұл» дейді. Шал үйге кіріп кеткен соң, балалар: «Құс есегім құс» десе, есек алтын құсады екен. Балалар есекті айырбастап, орнына басқа есек қойып қояды. Шал есекті алып үйіне кетеді. Кемпірі: «Қаздан барып алып келгенің осы ма?» дейді. Шал есекке: «Құс есегім құс» десе, есек еш нәрсе құспайды. Шал есекті алып Қазбайға тағы да қайта келеді. «Есектен еш нәрсе шықпайды» дейді. Қазбай есекті алып, «Құс есегім құс, алтын құс» десе, еш нәрсе шықпайды. Шалға Қазбай ұр тоқпағын береді. Ұр тоқпақты алып келе жатса, баяғы жерде тағы да балалар жүр екен. «Ата, асқа түс» дейді балалар оған. Шал үйге кіріп бара жатып: «Шырақтарым, ұр тоқпағым ұр демеңдер» дейді. Шал үйге кіріп кеткен соң,
Дән деген балалар, ұр тоқпағым ұр дейді. Тоқпақ балалардың әрқайсысын ал кеп ұрсын. Ұрып жүр, балалар тоқпаққа жалынады. Ойбай, біз қазанды, құс есегіңді берейік, дейді. Шал шығып келе жатып естіп қояды. Шал келіп, біз қазанды, құс есекті бересіңдер ме, дейді. Балалар, мақұл, әкеліп береміз, дейді. Шал ұр тоқпақты қойғызады. Балалардан біз қазанды, құс есекті алып үйіне келеді. Сөйтіп мұратына жетеді екен.